Assalamu алейкум, құрметті қыз-келіншектер. Мен сіздермен керемет дәмді үйде бар заттармен дайын болатын қытырлақ самсаның рецептімен бөліскім келіп тұр. Видеоны соңына дейін қарап, арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бисмиллах деп қамырымызды илейміз. Ұнымызға тұзды суымызды салып, қатты етіп қамыр илеп аламыз. Қамыр міндетті түрде қатты болу керек. Самсаның қамыры қаншама қатты болса, самсаларыңыз соншама әдемі болады. Қамырымызды зуалаларға бөліп, пакетке орап, тындырып қоямыз. Тынған қамырларымызды бір шеттен жаюды бастаймыз. Біркелкі етіп, чуқа етіп жайып аламыз. Сол кетпей кеттікте қамырларымызды жайып аламыз. Оға дейін ерітілген маргариндерімізді дайындап аламыз. Қалауларыңыз бойынша маргарин немесе сиырдың, қойдың іш майынан пайдалануларыңыз мүмкін. Мен бұл видеода сиырдың іш майына тамақ істейтін майды қосып, сол майды жақтым. Сиырдың іш майы самсаның қытырлақ болуына жақсы көмектеседі. Майды да міндетті түрде көп жағып жібермеңіздер. Үстінен екінші, үшінші, төртінші зуаламызды қойып, қамырымызды жайып аламыз. Қамырды оралу барысында міндетті түрде мән беріңіздер. Қамырды тығыз етіп ораңыздар. Видеодағыдай етіп тығыз етіп ораңыздар. Тығыз етіп оралған қамырларымызды жарты сағат пакетке орап, жарты сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Тынған қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз. Мен әрбір бөліктерді 40 граммнан етіп бөліп алдым. Қамыр бөліктерді жайып, ішіне салмасын салып, түйіп бастаймыз. Сіздер қалауларыңыз бойынша салмасын істесеңіздер болады. Мен бұл видеода пияз, картоп, ет, құйрық бәрін 4-1 етіп турап алдым. Түйілу барысына да өздеріңіз қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер болады. Қаласаңыздар осылай гүл етіп түйсеңіздер болады. Қаласаңыздар 3-1 етіп түйсеңіздер болады. Енді ол міндетті түрде өз қалауларыңыз бойынша. Листімізге теріп, түйілген самсамызды үстінен мен үстіне айран жақтым. Айран да керемет жылтыратып, қызартады. Әрі қытырлақ болуына көмектеседі. Духовкаға 250 градусқа жібереміз. Осымен самсамыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басуды ұмытпаңыздар.